Мен Сайдуллаева Юлдус Валихан Түркістан қаласы Бірлік ауылының туысымын. 2002 жылы қазіргі Ергеш Исатуллаев атындағы орта мектебін аяқтап, сол жылы Түркістан гуманитарлық техникалық колледжіне бастауыш сыныптарда оқыту мамандығы бойынша оқуға түстім. 4 жылымда аяқтап, 2006 жылы Халықаралық Қазақ-Түрік университетін оқып, 2009 жылы аяқтадым. Менің өмірлік ұстанымым 45 жыл ұстаз болсаң да, сабақтың 45 минутына дайындал деген ұғым. Менің басты міндетім жаңа әлемге жаңаша жол салу. Ұстаздық жолым 2015 жылдан бастау алды. Еңбек жолымды өзім оқып бітірген Ергеш Исатуллаев атындағы жалпы орта мектептен бастадым. Мен үшін балалармен жұмыс жасау қызықты процесс болғандықтан, жұмысыма бейімделе тез кірістім. Кәсіби жолымды, қызметімді жоғары дәрежеде атқару үшін үлкен еңбектерді жасап, абыройлы міндеттерді жауапкершілікпен орындауға барымды салдым. Бүгінгі жыл мұғалім байқауына қатысудағы басты мақсатым өзіме үйренген білімім мен тәжірибемді ортаға салып, әріптестермен бөлісу. Ұстаздық жолда жүрген майдандастарым мен тәжірибе алмасу. Қазіргі кездегі ұстаздық етіп жатқан Арман М-скол мектебінің туын желбірету. Мамандығымнан бөлек өмірде де ұстазбын. Жолдасыма қандай жағдай болмасын, жақсылыққа жөн сілтер ұстазбын. Ата-анама сүйікті де сүйкімді жалғыз қызбын. 3 балама бағыт сілтер ана ұстазбын. Отбасым бақыт мекенім. Бүгінде мен осы мектептің 4-ші А сыныбының жетекшісімін. Сыныбымда 5 үздік оқушы бар. Оқушыларым түрлі пәндік олимпиадаларға және байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып келеді. Оқушыларым менің жетістігім, менің жемісім. Мен үшін олар жұлдыз. Сөзімді қорытындылай келе, мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де жойылады. Дегендей, әлі де үйренуден жалықпаймын. Өмірден аларым, үйренер асқақ тауларды бағындырар жолдарым әлі алда.